Сәлем достар, бүгін сіздермен дастарханның көркін ашатын өте дәмі ауызда еритін шоколадты панкейктің рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Жұмыртқаға шекерді қосып, миксердің көмегімен қантымыз ерігенше жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Аппақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Содан соң үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз. Содан соң сұйық майымызды құямыз. Тағы да миксердің көмегімен араластырып аламыз. Енді бөлек ыдысқа ұнымызды илеуіштен өткізіп салып аламыз. Содан соң какаоны саламыз. Барлығын міндетті түрде илеуіштен өткіземіз. Одан соң разрыхителді қосып, илеуіштен өткізіп, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы массамызға осы қою массаны қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Барлығын бірден қоса салмаймыз. Қасықтың көмегімен осылай шетінен қоса отырып, миксерлейміз. Ең соңынан ыстық суды құямыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Толықтай араластырып аламыз. Біздің массамыз мінекей осындай сұйық масса болады. Одан соң арнайы осындай қалташаларға мешокқа құйып салып аламыз. Толтырмаймыз, себебі ол көтерілгенде тасып кетуі мүмкін. Сондықтан жартылай қылып осылай орналастырып шығамыз. 180 градуста 20 минутқа салып аламыз. Енді кремді дайындаймыз. Крем үшін творожный сыр, сливки және сахарный пудра қажет. Барлығын қою масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Қаншалықты мөлшерін барлығын описанияға жазып қалдырамын. Біздің креміміз дайын. Енді арнайы мешокқа салып аламыз. Бағанағы дайын болған кекстарымызды ыстықта емес, бірінші суытып аламыз. Содан соң барып кремді жағып шығамыз. Әйтпесе, креміміз еріп кетуі мүмкін ыстыққа. Мінекей өзіңіздің қалауыңызша осылай кремді жағып, сәндеп шығатын боламыз. Мен осындай бетіне посыпка септім. Сіздер шоколад қойсаңыздар, болмаса түрлі жемістер қойсаңыздар да болады. Өте дәмді, дастарханның көркін ашады. Балаларым сүйіп, жақсы көреді. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Арнама тіркеліңіздер.